Армысың арда қазақ ұлтым анам, ақ жол деп сырсандықтың құлтын алам. Тәуелсіз көк байрағын желбіреткен қалың ел Қазақстан жұртым аман. Туған ел туған жерді ойға алғанда, әр қазақ қабырғасы сырқыраған. Көзіңе ата жұртың елестесін, даусымды естігенде шұрқыраған. Сәлем қып сағынышты жыр әкелдім, даланың жусанындай бұрқыраған. Сөзіме құлақ салып пейіліңмен, қандастарым қарайсың мейіріммен. Ақындарым келді деп аңқылдаған, ағайын айналайын пейіліңнен. Мәскеулік бауырларды көрген кезде бүйрегім бүлкілдеді-ау бүйірімнен. Сарыарқа, Алтай, Атырау, Жетісу сырдың қабыл ал ақ сәлемін сүйінумен. Ұлытау, Қаратау мен Көкшебаян, бір сәлем Ұлытау, Алатаудай биігімнен. Мауқыңызды басқалы келіп тұрмыз, алыстау жүргеніңде үйіріңнен. Түркінің рухы бар үнімді өктем, даланың перзент едім жырын төккен. 36-шы жылы Жамбыл бастап, Москваның төрінде дүбірлеткен. Солардың артындағы ұрпақ едік, 68 жыл салып бүгін жеткен. Тұрмасын азат күнде сана ғашық, тағдыры қосқалықтың маған ашық. Өмірдің бұралаңы болғанымен қараласқа кек сақтаған жоқ едік табаласып. Қазақ Ресей ежелден көрші елміз, жүрегі құдалардай араласып. Әнің емес тең тұрған құрдасың боп, Мәскеу саған кеп тұрмыз дара басып. Ол едім арғымағын тұмарлаған, қыз дауылға жеткенше құмарланам. Алғаш рет Мәскеуге келгенімде болдың ау сахнада сыңармаған. Ал ендеше бастайын айтысуды, қыран құс қызыл көрсе тұра алмаған. Жүзінен нұр тілінен жыр төгілген, Кәрима есенбісің сылаңдаған. Сезгенім босатайын күреңімнің, жүрісін сенде үдет үлегіңнің. Ақ көрпеде отырған хан қызындай, ажарын еткен ашық іреңіңнің. Бүршігін жаңа жарған қызғайыңдай, ақтығы көз тартадау білегіңнің. Жанарымыз түйісіп кеткен сайын, лүпілі жиілейдау жүрегімнің. Ерніңді дірілдетіп сөз басташы, қып-қызыл күмбезіндей Кремльдің
сен саумысың? Қызы едік ағайын, қызыр қонған тектелдің. Москваның төрінде айтуды мұны бақ көрдім. Оңтүстіктің елінен жолдауды сәлем сәт көрдім. Түркістаннан киелі сіздерге сәлем ап келдім. Айтыс деген ағайын, бабадан қалған мұрағат. Bir жан сара айтысы ұрпаққа жеткен аманат. Сүйінбай менен Құлманбет сөз қалдырған саралап. Москваны жырлаған Жамбылдан қалған дарабақ. Сарқыты болып солардың жас ақындар алдыңда көрсетсін өнері жаңа бақ. Тәуелсіз ел боп татымыз жатыр өрге домалап. Екі елдің бұл бірлігі бұғанда еттік қанағат. Отбасыңызды ағайын қызыр жүрсін жағалап. Төленерін қазақтың келіп сіздері бағалап. Ақыласыңа разымыз айтыс деп келген жамағат. Аламан жол армысың, дәмін көп татқан жеңістің. Айтысамын деп сенімен пойызбенен селкілдеп жол жүріп келдім мен 3 күн. Аспандап маған қарамай, самолетпен сен ұштың. Менен бұрын кеп алып, Көшербаев ағаңмен білмеймін нені келістің. Шыныңды айтшы, Мәскеуде менімен қалай көрістің? Бір ақын керек болған ғой, керуеніне көктің де. Шекарадан аман жол әуелетіп өттің бе? Ұшақпен ұштың сен өзің, мені тастап кеттің де. Жарылыс деген бұл елдің, білесің барын дерттің де. Самолетің жарылмай, аман есен жеттің де. Халықпен сабақтасқан Мұрат бағы, Түркінің оғлан едім қыраттағы. Ақын қызбен айтысқа шыққан кезде қылыштай жарқылдайын қынақтағы. Ұлбике сараларға қонған өнер, Кәрима бір басың ау тұрақтады. Дауысың неткен ғажап керім еді, періштенің үніндей жұмақтағы ай-ей-ей-ей-беу. Байқасаң Мәскеудегі ағайын бек, ақын боп кәдесіне жарайын тек. Әдейі ұшақпенен бұрын келдім, Кәрима сені күтіп алайын деп ай-ей-ей-ей-беу. Қыз жігіт жолығысса сыр шығады, аспанға айдан бұрын күн шығады. Өзіңмен отарбамен бірге келсем, күлімдеп қарсы алдыңнан кім шығады ай-ей-ей-беу. Кәрима хан қызындай бағал едің, қазығұрт етегінің марал едің. Мен болсам маңдайыңнан еппен өпкен, арқаның мамырдағы самал едім.
Самолетің жарылса не терең деп таптың ау назданудың маған ебін. Шымкент қызы тоқыған көк кілемді бүктеп ап аэропортқа барар едім. Самұрық самолетке жайғасып ап сұңқардай самғап қанат қағар едім. Ұшақты жанкештілер жарам десе тәуекел деп секіре салар едім. Кілемшеге жақсылап жайғасып ап төменге жұлдыздайын ағар едім. Қызыл алаңға кілеммен қалқып қонып, бәрібір сені күтіп алар едім. Кәрима жадырашы түнермегін, өлеңнің ұсынайын гүл өрнегін. Москва өзенінде серуендетсем, маң-маң басып қайыққа мінер медің. Останкино басына алып шықсам, биіктен тілеуіңді тілер медің. Кешке қарай Мәскеудің көшесінде менімен қол ұстасып жүрер медің. Осы айтқанның барлығын орындасам, өкпен азды ұмытып күлер медің. Аман жол мырза жігіт екенсің деп, қалқатай қадірімді білер медің. Ұлытаудың ұланы аман жол ақындар ает. Жаңарқадай отаның еркелетер әлі бала деп. Қарағандыда аман жол, қатайған сенің қанатың, білімің алған санал ет. Ал қазір Астанадасың, қызметіңде бағал ет. Енді келіп сен мені отырсың ау аман жол, Мәскеуден күтіп алам деп. Елші болып осы елге кетпесеңіз жарар ем. Сөзге қостың аман жол, қазақы әдет ғұрыпты. Оңтүстіктің кілемін, қыр-сырын жақсы ұғыпты. Ал қытайлық кілемге көңілі боп тұр күдікті. Кілеміне мінсе Қытайдың, көтер алмас мені деп, ақтай алмайды деп үмітті. Самолеті жарылса, қазақы қол кілемге сапалы деп мініпті. Сол кілемге мінсегер, өлмейтінін біліпті. Білмейтіні жердің астында, көргем жоқ сендей жігітті. Сеніміме өзімнің сай болармын аман жол. Қыдыртамын деймісің, ойланармын аман жол. Мәскеудің кешін келіп тұр, пайдаланғың аман жол. Қазақстанда қыдыртсаң, қайда қалдың аман жол. Домбыра қолға алған соң, сөйлер сөзге өткірсің. 21-ші ғасырға аман жол енді бет бұрсын. Ұшағым кетсе жарылып, кілеммен ұшам деп тұрсың. Қиялданып сен өзің қай ғасырдан кеп тұрсың. Кәрима шын сөзіңе бағынамын,
Көп көрмесем өзіңді сағынамын. Толқынды Москваның өзенінде есілдің толқыны боп ағыламын. Шымкенттің көк кілемі тұрған кезде Қытайдың кілемшесін ағыламын. Дөбірлеп мынау өмір өтер деймін, мен де келіп кетпеспін бекер деймін. Қырымбектей тұлғалы қайраткердің көмекшісі болсам дау жетер деймін. Тәуелсіз ел ақыны біздей болсын, жақсы сөз артта қалар іздей болсын. Айтысты Москваға алып келген Қырымбек елші болсау сіздей болсын. Қайтпасын Қазақстан бек күшінен, жақсылар өрге басар тектісімен. Онсыз да әлемдегі барлық ақын бейбітшілік елшісі деп түсінем. Сұлудың құдіреті жанар мекен, көңілдің айтқаным ау толар мекен. Киелі қазы құрттың аққуғысы Мәскеудің төріне кеп қонар мекен. Қазақтың бар даласын аралатсам Мәскеуде қыдырғандай болар мекен. Арқасында айтыстың Мәскеудің көрдік сарайын, қуанып жатқан қазақтың және де көрдік маңайын. Қыдыртам деген аман жол, сөзіңді қабыл алайын. Көрсін деп айтқан ниетін, досым деп қабыл алайын. Астан кинаңа қарайын, мұнараңа да барайын. Күнде келіп жатқан жоқ бір қыдырып қалайын. Қыласыңа разымыз Мәскеудегі ағайын. Москваның өзінде 10 мыңдай қазақ бар екен. Қырымбектей ағамыз соларға бұл күні пан екен. Ақсақалдардың басшысы Хайдар аға өз іскер, өз ұйымшыл жан екен. Орталығы жастардың атауы оның саны сан екен. Омардай ағам жазушы, 16 баланың әкесі көп ішінде дар екен. 9 бала алған асырап, пейілі кең жан екен. Алтұрсынай апамыз ақ жаулықты ан екен. Жәнібектей ағамыз қоғамында қазақ тілінің шын жанашыр жан екен. Абылай ханың тағы бар, қауымдастығында қазақтың жүк көтерер нар екен. Мәскеудегі қазақтар ауыз біршілік сіздерге атадан қалған заң екен. Сүттей үйіп отырған бір Алла өзі жар екен. Алыста жүрсе қазағым, күнін кешпей қарғаның. Көк байрақтағы белгідей қыран құстай самғағын. Ауылдан алыс кетсе де атада сүрді жалғадым. Отбасыңызда ағайын, арай
жайлап атсын таңдарың, оразаның айындай нұр жаусын Алланың. Сәкеннен қалған кешегі сұлулықты сақтаған, бір жан салдан кешегі серілікті де апқаған. Осы келбетін айнытпай, үйіңіздегі жарыңыз Ақмарал қалай баптаған. Сізді көрсем аман жол, көркіңізге көз тоймай жас баладай шаттанам. Эрмитажда тұратын ескерткіш пе деп қалам. Ақылына бірақ көркі сай, аталы сөзге тоқтаған, қазақтағы өзіңдей жігіттермен мақтанам. Хауаның белгісі бар қолдарыңда, Сараның әуені бар толғамыңда. Кәрима қыдыр десең қыдырайық, адаспай Россияның орманында. Беу ақын қыз бағаласаң атым берік, Мәскеуге келіп жеттім атым желіп. Ол бүйкенің өнерін жалғастырған, сен дағы ақын қыз ең затың берік. Алыстан ескерткіштей қызықтамай, қолыңмен сипасайшы жақын келіп. Жанемен төріңізге сынай келген, ақынмын адал жырын бұлай келген. Оразаның айында ақ тілеумен аттандым арқадағы ұмай белден. Ежелден араласқан көршім едің, Ресейдей құтқашпасын шырайын елден. Россияны басқарған ұлықтардан аманат тілегім бар сұрай келген. Беу үмітім күдігімді жасыр секен, көршіге қарат көңіл тасын секен. Қазақ балаларына-ау Мәскеудегі қазақша 2-3 мектеп ашыл секен. Еділім жанға жақын бұлақ еді, ең тоғай 2 жағы құрақ еді. Кешегі қаз туғандай асыл бабам, кетерде өксіп жылап еді. Кең байтақ Россия бұл күндері миллиондаған қазақтың тұрақ еді. Тілі, діні, дәстүрі жоғалмасын, ол оның тамыры көз құлақ еді. Осыған бір көмек қазақша газет, журнал, телеарна олардың шешілмеген сұрақ еді. Осыған бір көмегін берсе екен, Путинде ел басқарған қырақ ері. Білемін мақсатымыз бір екенін, бұл сөзді Ресей саған сыр етемін. Жанарыңа жас толса мен сүртейін, жыртып ап шапанымның бір етегін. Ресейде туған менің бауырларым, өзінің біліп өссін кім екенін. Еңбегі сіңсе еліне, ел мақтанар ерменен. Отанды қорғау жолында қаншама қазақ ерлеген. Дұрыс айтты аман жол,
мектепті бер деген. Ал қазақтың қыздары атағы көкке өрлеген. Әлия менен Мәншүктер отан үшін жан беріп, соғыста кеше ерлеген. Сәбира менен Ләззаттар тәуелсіздіктің құрбаны, қызда болса ер берем. Сөзіңді қоштап өзіңнің айтқанын мұның жөндерем. Батырларым қазақтың ұмытпасын осы елдей. Бір мектеп болса қазақша Әлия атын бер дерем. Қазақтың қайсар қыздары намысты қолдан бермеген. Бір ақын бір келіп, жол жөнекей ән салып, жүрсек те 3 күн аман жолы дей алмадық, шаршадық. Бірақ сен жоқ болған соң даусыңды біздер аңсадық. Бізден бұрын кеп алып ақындарды сен шықтың, әкімдер құсап қарсы алып. Жүргеніңе де рахмет, елшілікте біз үшін елші болып жар салып. Ұлық болсаң қаншалық, кішік бол деген соншалық. Тәкаппарлығың ау бұл сенің, қарайтын қыздар тамсанып. Тамсандырмай мені дей, берсеңші бір ән салып. Жоталы жолбарысым, тырнақтарым батпасын, еліктей бол жолға шықтың, қауіптерден сақтасын. Сарыарқадан келгеннен соң, жезгиіктей желейін, Кәримағы сұраған соң, бір ән салып берейін. Сен ағашта піскен алма, ептеп үзіп алайын, хауа қыздай күшпен арба, аузыма салайын. Дөбірлеген бұл өмірдің бар қадірін білейік, Москваның көшесінде қол ұстасып жүрейік. Қара қыздай келгеннен соң сенен шығар үн болсын, барлық ақын самолетпен келетұғын күн болсын. Рахмет, Карима. Бір жұмақ. Әр сөз бұңдыр. Аман жол салған қазақтай болып тұр қазір ән басым. Көзі қызып жұлмақ боп қазық ұрттың алмасын. Анегин болып аман жол әсем әнге салғасын. Татьяналары орыстың ғашық боп алып қалмасын. Рахмет. Аманжол Әлтаев. Біз 5 ұпайлық жүйемен баға береміз. Қазылар алқасы. Аманжол, тәртіппіз ба? Мәскеуде қанатымды жайып кетем, байқасам Каримада байып бекем.
Арнайы Москваға келгенімде Татьяна ғашық болсау айып бекен осынау бек шағындау тасып толған кезім жоқ Кәрима қыз жасық болған кешегі Сейфулланың сәкеніне бір көріп Серебрекова ғашық болған Рахмет. Қыздар алқасы, біз 5 ұпайлық жүйемен баға береміз. Ең тәуір ақынға 5 деген балл беріледі, 4, 3, 2, 1 деген сияқты. Аманжол Әлтай, Астана. Қыздар алқасы, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Кәрима Оралова, Шымкент, Оңтүстік Қазақстан. Бірыңғай 5. Қазақ өнерінің тарихында айтыстың алуан түрі болған, соның ішінде әлі күнге асу бермеге айтқан ең биігі бұл Біржан мен Сараның айтысы. Сөз өнерінің ғажап асыл маржаны. Біржан Сараның негізінде жазылған Мұқан Төлебаевтың операсы, опера өнеріміздің ең биік шыңы болып келе жатыр. Ал енді біздің ақындарымыздың арасынан биыл бір Сара деген қыз шықты, Біржан деген жігіт шықты. Екеуі әлі кездескен жоқ. Сол жаңа Біржан мен жаңа Сараның айтысын Мәскеуде кеп көрейік деп тамашалайық деп ойладық. Алдарыңызда Біржан, Сөктай, Тараз қаласы, Сара, Тоқтамысова, Семей. Алла бабым менен бағым доңғар, шашайын шашуымды жанымнан бар. Мәскеудің сынға түстім сарайында, айтам деп алыстағы ауылдан қал. Армысың отандастар кеп қалды деп, жүрегі қуаныштан жарылғандар. Бейбарыстай өзгелдің топырағында, Бозжусанның иісін сағынғандар. Түп атам